Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Көркем шығарманы талдау әдеби білім берудің маңызды бөлігі. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сын тұрғысынан ойлау дағдысын қалыптастыру, шығармадағы басты идеяларды дұрыс түсініп талдай білу үшін түрлі әдіс тәсілдерді қолдану өте тиімді. Соның бірі графикалық органайзерлер арқылы көркем шығарманы талдау. Графикалық органайзерлер оқушылардың ақпаратты жүйелі түрде қабылдауы мен түсінуін жеңілдететін, шығармашылық ойлауды дамытуға көмектесетін құралдар. Бұл әдіс оқушыларға шығарманы талдаудың түрлі аспектілерін көрнекі түрде ұсынуға мүмкіндік береді. Яғни біз осы графикалық органайзерлерге талдау жасаудың тиімділігін осы жұмыста көрсететін боламыз. Бұл оқу әдістемелік кешеніміздің мақсаты оқушыларды креативті ойлауға бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру. Білім алушыларға жанрларды, образдың түрлерін, ғылыми талдаудың жолдарын меңгерту. Оқу әдістемелік кешеннің міндеті көркем шығармаларды оқуға деген қызығушылығын дамыту, шығармадағы көркем бейнелердің ерекшеліктерін аша білуге бағыттау. Жаңалығы, іс-әрекеттегі зерттеу жұмысының барысында анықталған ғылыми талдаулар мен көркем бейнелерді көркем шығармаға талдау барысында қолдана білуге үйрету. Әдеби теориялық ұғымдарды графикалық органайзерлер негізінде талдап көрсету. Бұның өзектілігі шынайы сыныптарда болып жататын оқыту үдерісіндегі мәселелерді, ондағы өзгерістерді жетілдіру арқылы жаңа білімді қалыптастыру. Қазақ әдебиет сабағында көркем шығармаға талдау жасауда кездесетін мәселелер мен қиындықтарды шешуде жаңа әдіс тәсілдер мен үлгілерді тәжірибеде қолдана білу. Күтілетін нәтижесі көркем шығарманы талдаудың қыр-сырын меңгереді, оқушы сауаттылық артады, өз ойын еркін жеткізе білетін тұлға қалыптасады. Оқу материал бойынша курста бағдарламадан тыс берілген көркем шығармалардың сюжеттік желісін меңгереді. Шығарманы мазмұнға сәйкес өз бетінше талдай білуге дағдыланады. Шығармашылығын шыңдайды, таным қабілеттері дамиды, ойын қорытады, өз ойын өрнектеп жеткізе білуге дағдыланады. Бұл бағдарлама ұсынылып отырған аптасына 1 сағат, жылына 34 сағатты қамтып жасалған. Оның 7 сағаты ғылыми талдауға, 3 сағаты тип пен типтендіруге, 3 сағаты образ бен образдылыққа, 11 сағаты әдеби жанрға, 1 сағаты баяндамаға, 5 сағаты көріктеу құралдарына, 1 сағаты оқушылардың курс бойынша алған білімдерін жүйелі түрде қорытындылауға беріледі. Әдістемелік кешеніміз осындай хрестоматиядан тұрады. Яғни біздің бұл хрестоматиямыздың негізгі мақсаты бұл жердегі оқушы бұрындары болып оқып кеткен, яғни бұрынғы біздің заманымызда біздің оқу кезімізде оқыған әдебиеттегі құнды шығармалар, яғни қазіргі оқу бағдарламасына енбеген шығармалармен таныстыру оқушыны, яғни осыларды оқу арқылы оқушы қазіргі таңдағы оқып жатқан оқулығындағы кітаптарды осы құнды деректермен салыстыра біледі. Яғни біз қазір көркем әдебиеттегі эпостық жырлардың ішінде ешқандай ертарғын жырын оқымаймыз, және де бұның ішіндегі біз түйебай әңгімесі, таныстыру поэмасы, кім жазықты деген романдарды оқушы бұл жерде оқымайды. Яғни осы шығармаларды, хрестоматияларды біз беру арқылы оқушыларға біз оқушыны осындай құнды рухани жетіле алатын оқушы осындай деректерменен, яғни көркем шығармаларменен оқушыларды таныстырамыз. Яғни бұл түпнұсқа хрестоматияда осы шығармалардың түпнұсқалары берілген, яғни осы түпнұсқа шығармаларды оқушы толық деңгейде өздеріне қол жетімді ұялы телефоннан немесе қажетті ноутбуктерден ашып осы түпнұсқа кітаптарды оқи алады. Өйткені неге десек, өйткені бұл біздің алып отырған шығармаларымыз қазіргі кітапханаларда, көбінесе ауылдық мектептегі кітапханаларда бұл кітаптар кездесе қоймайды. Сондықтан біз шығарманы талдау барысында
яғни осы графикалық органайзерлер арқылы көркем шығармаға талдау жасауымыз үшін қандай шығарманы негізге алып отырмыз, яғни бұл шығармалар оқушыларға құнды дерек болып табылады. Яғни осы шығармалардың мазмұнымен танысу арқылы оқушы біріншіден оның дүниетанымы кеңейеді, одан кейін сөздік қоры дамиды, олардың және де көркем шығармаларға графикалық органайзерлер арқылы талдай білуге оқушы машықтанады. Яғни осы біз айтып отырған хрестоматия оқулығы арқылы оқушы әртүрлі құнды, нақты, деректі шығармалармен таныса алады. Біздің оқу әдістемелік кешеніміздің бір бөлігі мазмұндық бөлім. Бұл жерде мазмұндық бөлімде тақырыптар арнайы тарауларға бөлінген. Ол тараулардан осындай тармақшаларға бөлініп, әрбір тармақшада қандай оқытылатын шығармалар бар, яғни сол шығармалардың атауы, және біз осы оқытылатын шығармалар арқылы қандай нәтижеге қол жеткіземіз. Бұл бағанда мазмұндық бөлімде осы тапсырмалар қамтылады. Кешеніміздің келесі үшінші бөлігі нормативті бөлім. Нормативті бөлімде де бұл жерде бөлімге, бөлімшеге және тақырыптарға негізделген, яғни бөлімге, мысалға жаңа ғылыми талдау деген бөлімді алатын болсақ, бұл жердегі бөлімшеміз көркем шығармаға талдау жасаудың әдістері деген бөлімшеміз, ал тақырыбымыз Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр поэмасы. Әрбір тақырыпта оқу мақсаттары негізделген, және ол тақырыпта қандай теориялық немесе практикалық бөлімдер қамтылған. Яғни теориялық бөлімге неше сағат берілген, практикалық бөлімге неше сағат берілген. Яғни бұл жердегі осы білімді беру арқылы біз оқушыдан қандай өнім ала аламыз. Осының барлығы осы нормативті бөлімде қарастырылады. Ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл ақпараттық әдістемелік бөлімде әрбір тақырыпқа қатысты қандай әдістер, яғни қандай әдіс тәсілдер қолданылады, қандай технологияның түрлері қолданылады, осы қарастырылған, және де әрбір әдіс тәсілдерді оқушыға беру арқылы біз қандай критерийлерге, яғни қандай табыс критерийлеріне қол жеткізе аламыз, және оған қанша сағат бөлінген. Осылар осы біздің ақпараттық әдістемелік бөлімімізде қарастырылады. Әдістемелік нұсқаулық бөлім. Бұл әдістемелік нұсқаулық бөлім біздің оқу әдістемелік кешеніміз 34 сағаттан құралса, осы 34 сағатқа 34 қысқа мерзімді жоспар дайындалған. Осы әдістемелік нұсқаулық бөлімде біз сол 34 сағатқа арналған қысқа мерзімді жоспармен толық танысатын боламыз. Сыныптарымыз оқу әдістемелік кешені 34 сағатқа негізделген үлгілі оқу бағдарламасы бойынша жасалса, ал осы жұмыс кітаптары сол 34 сағатқа негізделген қысқа мерзімді жоспардың оқушыларға арналған бір бөлігі. Яғни бұл жерде 34 сабаққа түгеліменен оқушыларға барлығы дерлік тапсырмалар қойылып, 34 сабақ негізінде арнайы жұмыс кітаптары дайындалған. Бұл жердегі жұмыс кітаптерінің алғашқы бірінші сабағын алып қарайтын болсақ, бұл жерде Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр поэмасы. Яғни бұл жерде оқушы шығармаға сюжеттік талдау жасау арқылы шығармаға талдай алады. Одан кейін, яғни сюжеттік талдау жасаған кезде оқушы, яғни бұл жердегі шығарманың прологына, эпилогына, лирикалық шегіністеріне талдау жасайды. Кітаптердің екінші сабағында бұл ертарғын жыры қазіргі біздің оқу бағдарламамызда да біздің қолымызға алып отырған әдебиет оқу кітаптарының ешқандай класстарында берілмеген. Біз сондықтан бұл құнды шығарманы оқушыға таныстыруды жөн санадық. Яғни бұл шеттегі тапсырмасында, яғни 9-шы орынға табандыру арқылы қазақтың ұлан-ғайыр жерін мекен етіп, әлем бойынша 9-шы орынға табандыру кімнің арқасы деп ойлаймыз. Яғни осы батырлардың еңбектерін таныстыру арқылы оқушы пиза тапсырмаларының нақты деректер келтіріп, осылай дәлелдерді жасалады. Мысалға, одан кейінгі шеттегі екінші тапсырмасы, бұл шеттегі Ляшин-Сыбыровтың күйші поэмасы. Бұл жерде оқушы интерпретациялауға қажетті ақпараттарды ала отырып, яғни оны алған кезде оқушы шығарманың жазылу тарихы, ол жердегі прототип кімдер туралы, ол прозалық шығарманың тақырыптық ерекшелігі қандай, бұл жерде қандай көркемдегіш құралдар қолданылды, яғни жазушының шығармашылығындағы туындының рөлінің маңызы қандай деген сияқты тапсырмалар беріп, соңында оқушы
осы прозалық шығармаға өзінің жеке пікірін білдіреді. Яғни біздің әдебиетімізде де өнердің құдіретін түсінуге бағытталған осындай шығармалардың бар екенін оқушыға түсіндіру. Яғни одан кейінгі тапсырмасында, яғни тарихта болған ең соңғы хан Кенесары ханға байланысты берілетін тапсырма. Яғни осы шығармада, яғни күйші поэмасында табиғаттың көрінісі қандай, поэмада қандай ұлттық құндылықтар көрсетілген, немесе Кенесары хан басталған көтерілістің тарихтағы маңыздылығы қандай деген сияқты тапсырмалар осы біздің үшінші сабағымызда қарастырылатын